Жалын кешкен деген әннің домбырадағы мелодиясының шертілуін бір көрсетіп берейін, нотаға қарап отырып. Есіңдеме, әсем көрі көктемнің. Жалын кешкен, жаным кескен, күндер қайда қарағым. Бір еткізген, шықпас естен, мөлдіреген жанарым. Ана жердегі шын ла дыбысы, одан со дыбыстардың арт жағында астында нөлді қойғам. Ол нөлдегі мына үстіңшек шертілмейді. Мына жерде тек қана бір шек қана шертіп келтіреміз деген бір мағына. Міне үшінші пенен астыға шын ла, біреу астыға. Одан кейін ла дыбысы екінші пенен астындағы. Одан кейін бос шек. Одан кейін екі шекті бірде шертеміз. Одан кейін тағы да бос шек. Бұғаннан кейін енді шынла мен үшінші перненің астын бірақ басамыз. Одан бесінші перненің астын бірақ басамыз. Одан мынадан ла дыбысын басамыз екінші перненің астындағы. Бұдан 9 ақ шертеміз. Енді осы жерінің енді толық нұсқасын біраз тезірек қылып шертсек былай болады. Ал одан кейін тағы да сол ла дыбысы екінші перненің астында. Одан енді шын ла мен фа дыбысын үшінші перненің астын бірақ басамыз. Енді одан кейін тағы да бесінші перненің астын бірақ басып 6-ға шертеміз. Одан тағы да қайтамыз лаға екінші пернеге. Одан үшінші перненің астын бірақ басамыз. Бесінші перне астын басып 3 қағыз. Одан қайта ла до дегеннен кейін үшінші перненің астын басамыз. 6 қағыз. Мынау бірінші беттегі нота. Енді екінші беттегі нотаға қарасақ. Енді бұның қайырмасы әгі. Жалын кешкен тандара-тара-тара дегендей жер. Ол жер болатын болса, мынау 5-ші перненің үстімендегі со дыбысы мен 7-ші перненің астындағы жай дыбысы. Жай, до, жай. Со. Не. Одан бос шек. Өз жеріміз екі қайталау белгісін жазып қойғам, сол бойынша екі қайталаймыз. Ал одан кейін енді екінші солдағы нотаға қарасақ, мына жердегі 8-ші перненің астын басамыз. Шынла. Астың жағы. Үстің жағы шыңрай, жай. Одан кейін қайта шыңрайды үстін басамыз. 3 рет 3 қағыз. Одан 5-ші перненің астын басамыз. Одан кейін бастырма қозғалмайды. Шыңларын басамыз. 3-ші перненің асты. Одан кейін до, мына жердегі жай. Одан кейін енді лаға келеміз. Одан кейін мына жердегі мына 3-ші перненің астын басамыз. Одан кейін 5-ші перненің асты. Екінші шертеміз. Ал енді айтатынымыз мына екінші беттегі нотаның ең астыңғысы. Ал ла дыбысы екінші перненің астында. Одан кейін 3-ші перненің асты. Одан 5-ші перненің асты. Одан екінші перне. Ла, ши, яғни шыңла ғой. Одан бос шек. Сонда енді
Бұны бастан ақыр мен ақырын шертіп көрсететін болсам. Енді осыны екі рет қайталап жетеді. Одан кейін қайырмасы болады. Жалын кешкен күндер қайда қарағым. Одан кейін негізгі шертілу осылай екен.